Өзге де ақпарат, Қазақстанда бейбіт жиналыстарды өткізу туралы заң жобасын Сенат қарауына алды. Құжат бұған дейін түрлі деңгейде талқыға салынып, халықаралық стандарттарға сай болу үшін сүзгіден өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен митинг өткізу үшін мемлекеттен рұқсат алу қағидасы алынып тасталды. Тек ескерту жасалса жеткілікті. Бейбіт жиын арнайы белгіленген жерлерде өткізіледі, ал онда адам өмірінің қауіпсіздігі мен заңдылықтың сақталуы ұйымдастырушының мойнына жүктеледі. Бұл халыққа құлақ асатын мемлекет принципін күшейтуге септігін тигізеді және демократияны мығымдай түседі дейді сарапшылар. Бұл заң жобасы елімізде жиналыстар мен митингілер ұйымдастыру өткізудің қазіргі практикасын түбегейлі түрде өзгертеді. Жоба азаматтардың құқықтарын митингілер өткізу кезіндегі жауаптылықты оңтайлы ұштастыруға бағытталған және тұтастай алғанда халықаралық стандартқа сәйкес келеді. Заң жобасын әзірлеу кезінде қоғамның барлық сатысы өз ойын айтуға мүмкіндік алды. Талқылау бірнеше қалада және онлайн режимде өтті. Құжатты әзірлеуге халықаралық ұйымдардың, елшіліктердің өкілдері де тартылды. Соның арқасында біздегі қазіргі заң жобасы посткеңестік елдердің ішіндегі ең тиімдісі деп айтуға болады.